күн достар, бүгін сіздерге суық шайдан сақтан дегім келіп отыр. Олай болса, қалай сақтанамыз? Бөтелкеде сақталған шай бүйректің қызметіне кері әсер етеді. Америкалық ғалымдар бөтелкедегі шайлардың құрамында тас түзуші оксалит концентрациясы жоғары болатынын анықтайды. Ғалымдар бүйрек ауруына бейім адамдарды суық шай ішуден бас тартуға шақырып отыр. Бөтелкедегі шайды қарапайым таза сумен ауыстырған жөн. Көпшілік суық шайды сыра деп газдалған сусындардан гөрі осы жақсы деп есептейді. Алайда америкалық дәрігерлер бөтелкеге сақталатын шайлардың аталған сусындарға қарағанда әлде қайда қауіпті екенін дәлелдеп берді. Шайдың құрамындағы химиялық заттар бүйрекке тас жиналуына себепші болады. Сондықтан суық шайды қолдануға тура келген жағдайда оған лимон тілімін салған жөн дейді.